Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге жаздық шляпка тігетін боламыз. Маған осыны екі түрлі материал керек. Бұны екі бүктеп аламын. Бірі осы, бірі міне. Мында қара атлас. Мына материалымды екі бүктеп алатын боламын. Оны тағы екі қайырып, төртке бүктеп, сызғыштың бойымен өлшеп сызып аламыз. Маған керегі 26,5 сантиметр етіп сызып алам. Осы дөңгелек бойынша сызып өтетін болам. Домалақ қып сызып алатын боламыз. Сызғышты болса шетінен ұстап отырып сызып аласыздар. Сызып алдым. Енді бұны доғар ретінде сызып алдым. Бұны қиып алам қазір. Жақсылап отырса қиып аламын, асықпай. Тура осы размерді екінші бұлма түсіретін боламын. Мына қара атласқа бұны да 4 бүктеп аламын. Екпіден тағы да 2 бүктеп 4 бүктеймін. Тураса бүктеген жерге былай өлшеп бір размерде қиып аламын. Жақсылап отырса қиып аламын. Маған осы домалақ шеңбер сыз шықты. Осы екі домалақ шеңбер сызды. Оң бетін бір-біріне қаратып, қазір артық жерді қиып алып тастаймын. Оң бетін бір-біріне қаратып, тігіп шығамыз. Артық жерді қиып тастайын. Шеңберді былай шаншып алам, жылжып кетпес үшін. Шаншып аламын. Осы бойында қазір тігіп аламын. Тігіп аламда тура осы екі жерді тастап кететін болам. Мына екі жерді аралықты тікпейтін болам.
Былай тігіп аламыз. Üst tігіп aldım. Осы сызған сызықты шетінен 10 сантиметр етіп былай сызып аламын. Он сантиметр сызып алам. Bir сантиметр тағы да сызып алатын боламын. Yine orada sızıp aldım. Düz sızıp çıktım, düz uygulama sızıp aldım. Sızıp aldım. Енді осы аралықты тігіп алатын боламын. Мына екі араны тағы тастап кететін боламын. Мына екі араны тікпейміз. Екі сызық жүргізіп өтемін. Düz sızықпен. Енді осы резинканы ортасына өткізіп алатын боламын. Резинканы екі ұшын біріктіріп, иneмен тігіп аламын. Резинкамызды жақсылап өткізіп алдым. Енді араларын осы ашып қалпына келтіретін боламын. Не әдемі болып қалды. Осындай кепкамыз шықты. Аралықты тігіп алатын боламыз. Шет-шеттен баян тігіп аламын.
Осылай тігіп алдым. Міне. Енді бұған бабочка тігетін боламыз қазір. Осындай болып шығады. Не? Жаздық кеп шапамыз дайын. Бұны бір жақ қойып тұрамын. Ені 11 сантиметр, ұзындығы 20 сантиметр. Екеуі өтіпсіз. Екі бетін қиып алдым. Енді 10 бетін бір-біріне қаратып тігіп алатын боламыз. Он бетін бір-біріне қаратып 6 сантиметр етіп болса қиып алдым. 10 бетін бір-біріне қаратып тігіп шығам. Мына былай тігіп алдым. Енді осыны тура қақ ортасын белгілеп алып мына бантигімізді, лентамызды осыған әкеп бітіп орнатамыз. Өстіп шетіне тығып атып қиып алдым. Енді бұны yaptım çıktı. Öte ademiye.
Endi bu çılçık ketpes üçün araсын bekitip koyayım. Ne olsun nereden babuçka çıktı. Endi o babuçkаны әдемі тақиямызға чеп шляпамыздың шетіне апарып орнататын боламын. Kızlar ne öyle әдемі шляпа шықты, кеп шляпка шықты, міне. Міне осыдан шляпа шықты, өте әдемі, міне. Екі бабочкасы бар, шеттері бәрі тігілген. Күн ыстықта таптырмайтын шляпа. Өсіп киіп алып кете бересіздер. Екі жағында кисеңіздер де болады.